Барлықтарымызда сүйікті ойындарымыз бар шығар. Әрине, бәрімізде сүйікті ойындарымыз бар, және сіздер қазір осы сүйікті ойындарыңыздың бірі Майнкрафтты қарап отырсыздар. Бірақ та біздің сүйікті атақты ойындарымызды Майнкрафтқа қосса қалай болады? Достар, барлықтарыңызға сәлем, сіздермен Ермұхан достар. Бүгінгі видеоның аттан көріп тұрғандарыңыздай, бүгін біз Майнкрафт, бірақ бізде супер ойындар жүрегімен, достар, бүгін бізде сүйікті ойындарымыздың жүрегімен біз Майнкрафт ойнайтын боламыз. Достар, бүгінгі видеолікте мен 9 атақты ойынның жүрегін жинап, бүгін Майнкрафтқа қосқан болатынмын. Достар, бүгін біз сол жүректерді жинап Майнкрафтты ойнайтын боламыз. Достар, сіздер видео басталмай тұрып арнаға тіркеліп лайк басып, осы видеоның астына комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Так достар, біздің ойынымыз басталған болатын. Және достар, бізде бірінші заданиямыз ол бізде 10 не табу керек деп тұр достар. 10 блок бізде ағаш киркамен бізде достар 10 блок табу қажет. Давай достар, өзіңізге қазір біз ағаш кирка жасап алатын боламыз. Достар, әрине сіздер өздеріңіздің комментария жазып кетіңіздер. Сіздер қай ойынды ұнатасыздар, қай ойынды ұнатпайсыздар. Осы жүректердің ішінде сізге қайсы ойын ұнайды достар, соны комментарияға жазып кетейік. Ал давай достар, біз бірінші челленджімізді бастаймыз. Бірінші челленджімізде бізде ол деревянная киркамен 10 блок бізде добыть ету керек достар. Мен блок дегенге түсінбедім, шөптерді. Прикиньте достар, шөптерді добыть етсек, ол да бізде блок ретінде саналады екен. Все достар. Достар, бізде бірінші жүрек ол Fortnite-тың жүрегі. И достар, біздің қолымызда осындай кирка бар достар. Давайте бұл кирка не істейді? Достар, бұл кирка бізде өте жылдам қазады екен достар. Қараңыздар, ема менде неше земля болып кетті мына жерде достар. Офигеть достар, қараңыздар, ема біз просто шахтан осылайдан қасып тастасақ болады достар. Қараңыздар, ема достар, қараңыздар, бүгін біз ресурстар табу жағы өте қиыншылыққа соқпайтын болады достар. Қараңыздар, ема офигеть, мағарыңыздар достар, бізде выживаниеде просто не сияқты қазып жатырмыз біз достар. Творческий режимде де бұл өте тамаша. Ал давай достар, біз екінші заданиямызға кеттік. Ол бізде қазір Among Us-тың анадай несі бар ғой, ортасында бізде вызов шақыратын, соны берген болатын. Давай достар, осыны басамыз. И және достар, бізде мына жақта ойбай достар, келе жатқан несі достар, қуама қуады екен ғой. Ема мағарыңыздар достар, бізде не нәрсе мынау? Все достар, қараңыздар, біз қазір Among Us-тағыны персонажы өлтірген болатынбыз. И және достар, бізге қазір сас найф дейді достар. Қараңыздар, ема бізге сас найф берген болатын. Давай достар, бұның күшін тексеріп көрейікші достар. Давайте мына. Так достар, сас найфтың дымда андай неші жоқ екен, күші жоқ екен достар. Мен ойлап типа бір удардан өлтіре ме деп, бізді дейтін тауықтың өзін әрең өлтірген болатын. Прикиньте достар, бізде сас найф бар, бірақ бұл дейтін достар бізде коллекциямызда тұра берсін. Так достар, және бізге осындай керемет бізде дейтін Оак, профессор Оак дейді достар. Профессор Оакты кім таниды достар? Бұл бізде покемон ойындағы персонаж. Давайте достар, профессор Оакты мына жерге, так достар, мен қай жерге спавн етсем екен? Достар, как раз мына жақта бізде ауыл бар екен. Давайте достар, осы ауылдың жанына спавн жасайық. Профессор Оакты осы жерге қоямыз. И және достар, бізде профессор Оактың түрін қараңыздаршы, кім таниды достар? Достар, кім осы аталған ойындарды ойнаған, яғни Fortnite, Among Us және де мына тұрған покемонды кім ойнады достар? Соны комментария жазып кетіңіздер и тіркеліп кетіңіздер. Осы ойындарды ойнаған болсаңыздар. Давайте достар, бізде коллект дейтін, бізде дейтін қазір не дейді? Бізде 10 дубовый дерево беру қажет екен достар. Бізде мына жақта көріп тұрғандарыңызда ағаштар өте көп. Және достар, мен дейтін мына тұрған қолымыздағы немен киркамен просто ағаштарды со скоростью света, яғни жарықтың жылдамдығымен мен алардың бәрін сындыра алам достар. Бұл дейтін өте тамаша. И және достар, бізде 15 болды. Все так дейтін достар, бізде қазір дейтін 16 дубовое дерево болды. Давайте достар, оны біз дейтін қазір профессор Оакқа берейік. Все достар, біз профессор Оакқа бердік. И және достар, мынау не өп кетті? Так, бізде не пайда, паркур пайда болды достар. Қараңыздар, мен дейтін мына жерге что-то дұрыс емес деген сияқты. Давайте достар, біз қазір дейтін осы паркурды өтетін боламыз. Давайте достар. Достар, көріп тұрғандарыңыздай, біз дейтін паркурды өте керемет өткен болатынбыз. И және достар, давайте біз дейтін қазір келесі жүрегімізді аламыз. И келесі жүрегіміз бізде Марионың жүрегі достар. Қараңыздар, так бізде Марионың жүрегін алған болатынбыз. И және достар, мынаны қараңыздар, бізде мына жерде былай деп тұр: Shift плюс jump бізде супер прыжокты береді деп тұр. Давайте достар, мен қазір бұны мен судың жанында тексергім келіп тұр, себебі біз дейтін жерге құласақ өліп қалуымыз әбден мүмкін. Давайте достар, дейтін осылай тексеріп көрейік. База жоқ достар, қараңыздар, біз дейтін өте биіктікке секіреді екенбіз. Достар, бағананы көріп тұрғандарыңыздай, бізге дейтін бағана бізде Пикачудың құйрығын берген болатын. Давайте енді достар, Пикачудың құйрығын басып көрейік. Достар, реально бізде база жоқ. Мына жақта бізде дейтін мына житель. Достар, егер жительге найзаға түсетін болса, ол бізде ведьмаға айналып кетеді. Давайте достар, сондықтан қолданбаймыз оны. Және достар, қараңыздар, бізде Пикачудың құйрығы өте тамаша екен. Давайте достар, енді біз дейтін келесі заданиямызға кеттік. Енді біз дейтін Майнкрафттың жүрегін жасау керек достар. Ема прикиньте достар, Майнкрафттың ішінде біз дейтін қазір Майнкрафттың жүрегін жасайтын боламыз. Қазір рецептіде не шықты достар? Қараңыздар, рецептіде бізде 3 дубовое листья және 3 земля қажет достар. Бізде земля жетеді.
енді бізге дейтін только бізге достар қазір железо табу керек. Достар, мен железоны өте тез табудың әдісін білемін. Ол достар, сіздер мені түсінді деген ойдамын. Все, достар, білгендеріңізде бізде қазір 3 железо пайда болды. И достар, давайте бізде қазір 5 железо пайда болған екен. И достар, давайте біз қазір өзіміздің кереметтей ножницамызды жасаймыз. Достар, ножницамен бізге қазір не істеу керек? Достар, бізде ағаштың жапырағын қырқып алу қажет. Керекті мөлшерде достар, біз ағаштың жапырағын қырқып алдық. Және достар, давайте біз Майнкрафттың жүрегін осылайдан аламыз. Және достар, біз достар қазір 10 жителді ұру қажет. Достар, давайте достар. Мама ұшып кеткенес қуама. Давайте достар, біз қазір 10 жителді ұруымыз қажет. Достар, мына ұшпайды екен. Давайте Антонияны ұрып көрейік. Достар, Антония бізде қазір ұшама. Достар, жоқ, Антония бізде ұшқан жоқ. Давайте достар, біз Нейтін ұрайық. Мына ұшып кеткен достар, қуама достар. Офигеть. Давайте достар, біз қазір Рионы ұрамыз. Скар не үшін ұшып кетті? Мен достар түсінбедім. Давайте достар, бізде келесі жителді ұрамыз. Және достар, біз соңғы жителімізді табайық, іздеп табайық. Так, соңғы жителіміз біздің қайда жүр екен? Все, достар, бізде соңғы жителімізді ұрдық. Және достар, біздің қолымызда не пайдасы? Пакман Мези. Достар, бізде Пакманның несін жасау керек? Достар, бізде лабиринті шығады. Давайте достар, оны мына жерге создать етейік. И достар, қараңыздар, бізде қазір Пакманның лабиринт шыққан болатын. Давайте достар, Пакманның лабиринтін өтіп тастайық қазір. Соңғы 3 жүректің біреуі қалды бізде. Және достар, давайте біз қазір соңғы все, бізде қазір Пакманның жүрегі алынған болады. Және бізде қандай не берілді? Так достар, маңның ішінде бізде Пиги Батчер дейді. Бізге қазір Роблокстың жүрегін алу үшін бізге қазір 16 бізде шошқаны өлтіру қажет екен достар. Достар, давайте біз қазір 16 шошқаның етін осы тұрған досымызға апарып беретін боламыз. Достар, давайте мына жақтан шығудың өте керемет тәсілін білемін. Ол бізде қазір былайдан шығып кету. Достар, давайте осылайдан шығып кетеміз. Мынау қаш кетпей үшін біз бұны қазір қайықтың ішіне салып тастайтын боламыз. Қайда қашып бара жатыр мынау? Ойбай, өзім отырып аламын ше. Все, достар, қазір мынаны қойып қойдық. Достар, біз қазір өзіміздің шошқа достарымызды өлтіретін боламыз. Офигеть, достар, бізге базука берген екен, оны біз көрмей қалыппыз. Қараңыздар, достар, біздің қолымызда қазір осындай базука бар. Йомай, секіріп атқан емес. Қолымызда базука бар. Давайте достар, осы базукамен қазір мына тұрған үйді жарып көрейікші. Офигеть, достар, қараңыздар, біз мынау просто бір ударымен өте мықты екен. Бізде Пакманның берілген базукасы ғой деймін, достар, Давайте шошқа достарымыз осы базукамен өлтіріп көрейік десем, достар, бұл жерде өртеп жібереді екенбіз. Керіспейді екен. Давайте сондықтан біз осылайдан өлтіре береміз. Все, достар, бізде қазір 16 не жиналған болатын. Достар, бізде 16, мына жаққа 16 шошқаны еті жиналған болатын. Және бізге shift басып, shift бассақ біз хп алады екенбіз. Бізде мына жаққа мынаның бізде саудагеріміздің қасына тағы бір жолаушы отырып алыпты. Давайте достар, біз қазір Роблокстың жүрегін аламыз. Достар, все, достар, бізде Роблокстың жүрегін алдық. Және достар, бізде соңғы жүрек қалды. Және достар, біздің қолымызға Хаги Вагидің несін берген болатын, достар, жұмыртқасын берген болатын. Давайте достар, енді біз мына жерге Хаги Вагидің жұмыртқасын осы жерге қояйық. Примерно бізде қазір Хаги Ваги пайда болатын сияқты. Достар, реально бізде Хаги Ваги пайда болды. Және достар, қараңыздар, бізде Хаги Ваги не деген үлкен еді, достар. Қараңыздар, давайте өзіміздің кереметте рокет лаунчеріміз аламыз, оны атамыз, достар. Все, бізде Хаги Вагидің почти хпсы тез кетіп жатыр ма? Емой, достар, давайте тағы бір атайық. Все, достар, бізде Хаги Вагидің жүрегі ашылды, Poppy Playtime'ның. Және одан бізге не берілді, достар? Бізде одан ештеңе берілген жоқ, бізге сила берілген болатын, өте тамаша. Достар, бізде осылайша 9 жүрек жиналған болатын, 9 ойын. Достар, мынаның 9 ойынның ішінде сіздердің қай керемет жақсы көретін ойындарыңыз бар, соны комментария жазып кетіңіздер. Ал сіздермен болған Мейірмұхан, давайте келесі кездескенше сау болыңыздар.